Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай үлпілдек жып-жұмсақ болып пісетін, духовкада дайындалатын пирожки дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып, жылы су құямыз, қантымызды салып аламыз. Ашытқымызды салып, 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Бізде осындай апара дайын болды. Осының үстіне ұнымызды салып, тұзымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң сұйық майымызды құйып, осылай сұйық майымызды сіңімді болу үшін қамырымызды басып жібереміз. Бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз салмасын дайындаймыз. Картошкамызға су құйып, тұз салып, газға жібереміз. Жуамызды майдалап, кубиктап турап, тапамызға қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қызып тұрған тапамызға май құйып, жуаны саламыз. Біраз уақыт жуамыз, қуырылғаннан кейін, осы сары түске енгеннен кейін барып, тұзын бұрышын саламыз. Дайын болған жуаны езілген картобымыздың үстіне салып, араластырып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, мен бір рет қайтарып илеп қойғанмын, бұл екінші көтерілуі. Қамырымыздың шеттерінен осылай үзіп алып, осылай дөңгелетіп жасап қоямыз. Осы дайын болған қамырымызды мен бетін пакетикпен жауып қоямын, сол кезде күйіп кетпейді, үлпілдек болып тұрады. Пирожкимізді осылай түйетін боламыз. Жазылған қамырымыздың ортасына начинкасын салып, осылай ашылып кетпейтіндей әдемілеп түйеміз. Осы дайын болған пирожкилерімізді тапаға орналастырып, бетіне жұмыртқаның сары-уызын жағып, 200 градус қысқан пешке осындай қызарып піскенше пісіріп аламыз. Достар, қараңыздар, өте үлпілдек, жып-жұмсақ болып пирожкилеріміз дайын болды. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздерге көптеген рецепттер салатын боламын.